Қазақтың үш биі. Қазақ билері ерте заманда осы күнгі соттың да, тергеушінің де қызметін атқарған. Билер өздерінің бір ғана сөзімен небір шытырман даулы мәселелердің дұрыс шешімін тауып отырған. Қазақ билері әділ және елге сыйлы болуға тиісті болатын. Өз әділдігімен елге танымал болған қазақтың атақты билері Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би. Төле би Төле Әлібекұлы 1663 пен 1756 жылдар аралығында өмір сүрген қазақтың қоғам қайраткері, шешен, ұлы жүздің бас биі Қазыбек Әйтеке бидің қолдауымен 300-ге төбе би болып сайланған. Артында бүтін билікке Төле би жеткен деген сөз қалған тарихи тұлға. Жеті жарғыны жасаушылардың бірі Әлібекұлы Төле бидің атасы Құдайберді би Есім хан мен Тұрсын хан егесі кезінде Есім ханды қолдаған. Қазыбек пен Таусарұлының түп-тұяқынан өзіме дейін кітабынан, яғни Есім хан тұсындағы халық аузындағы Есім ханның ескі жолы атанып кеткен қазақ халқының заңдар жинағын қарастыруға қатысқан билердің бірі деп айтуға толық негіз бар. Өз заманында қазақ хандығының тұтастығы үшін күрескен қайраткер Төле би өз халқының шешендік поэтикалық өнерінің дәстүрлерін жасатайынан бойына сіңіріп, өскен зерделі сауатты адам болған. 15-20 жасынан билердің бас қосқан жиналысына қатысып, өзінің әділдігі мен шешендік өнері арқасында таныла бастайды. Қазыбек би Қазыбек Келдібекұлы қазақ халқының 12-13 ғасырлардағы ұлы үш биінің бірі, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Орта жүз арғын тайпасының Қаракесек руына кіретін Болатқожа атасынан шыққан ол 1667 жылы сыр бойында дүниеге келген. Арғы аталары Шанжыр, Абыз, Бұлбұл, өз әкесі Келдібек есімдері елге белгілі әділ билер болған. Қаздауысты Қазыбектің оқыған жерлері, алған білімі туралы нақты дерек жоқ. Дегенмен ел аузындағы әңгіме, аңыздар мен биден жеткен шешендік сөздер оның өз заманында білімді де жетелі, халықтың ауыз әдебиеті мен салт дәстүр рәміздерін, ата жолы заңдарын мейлінше мол меңгерген озық ойлы, әділ де көреген, батыл да батыр адам болғандығын айқын аңғартады. Әділдігі мен алғырлығы үшін Тәуке хан Қазыбекті орта жүздің бас биі еткен. Би әз Тәукенің тұсында хан кеңесінің белді мүшелерінің бірі болса, Сәмеке, Әбілмәмбет, Абылай ел билеген кезеңдерде де мемлекет басқару ісіне жиі араласып, ішкі-сыртқы саясатта ақыл-кеңестер беріп отырған. Әйтеке би Әйтеке Байбекұлы 1682 мен 1766 жылдар аралығында өмір сүрген қазақ халқының бірлігін нығайтуға үлкен үлес қосқан атақты үш бидің бірі. Мемлекет қайраткері, Әлімұлы тайпасының Төртқара руынан шыққан. Әмір Темірдің бас кеңесшісі, Ораз қажының 5-ші ұрпағы, бүкіл парсы, өзбек, қырғыз, қазақ жұрты, Синезов буа, жаны пәк жан атаған Сейітқұл әулиенің 3-ші ұрпағы. Әбілқайыр ханға дейінгі кіші жүздің сөзін ұстаған қазақтың биі, Есім хан тұсында Самарқанды билеген Жалаңтөс батырдың жақын туысы. Әйтеке 5 жасында молдадан оқып сауатын ашқан. Шешендік қасиетінің ашылуына әкесі мен Қосуақ бидің ықпалдары тиеді. 7 жасынан бастап Әйтеке Жалаңтөс батыр мен атасы Ақша ханның тәрбиесінде болады. Ол алғаш Ұлықбек медресесінде, кейін Жалаңтөс салдырған әйгілі Тіллә Кари, алтынмен апталған Шердор, Арыстанды медресесінде білім алады. Нәтижесінде дін, құқық, аспан әлемі, тарих, математика пәндерін, араб, парсы, шағатай, өзбек тілдерін меңгеріп шыққан. Әйтеке бидің шын есімі Айтық. Назарларыңызға рахмет.